Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ұмытылып бара жатқан пәтер сорпасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен етімізді саламыз. Содан соң қайнаған соң көбігін алып, пиязымызды саламыз. Содан соң сельдерейімізді саламыз. Келесі кезекте біздің картошкамызды да саламыз. Тұзымызды қосып жібереміз. Келесі кезекте қамырымызға көшеміз. Тұзды суымызға ұнымызды қосып, қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Кішкене тұнған соң бөлік-бөліктерге бөліп аламыз. Міне бізде осындай 5 бөлікке бөлінді. Енді біз жайып алатын боламыз. Ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Міне осындай пәтер болуы қажет, не жұқа емес, не қалың емес, орташа болуы қажет. Енді шанышқының көмегімен тесіп шығамыз. Міне дәл видеодағыдай. Содан соң ыдысымызға салып 180 градуста 5 минут пісіріп аламыз. Міне біздің етіміз, картошкамыз барлығы дайын, сорпамыз да. Енді жаңағы піскен пәтерімізді алып, мінекей бөлік-бөліктерге бөліп, яғни сындырып салып аламыз. Міне осылай. Өздеріңізге керек мөлшерде салып аласыздар. Міне пәтерлеріңізді салсаңыздар, араластырсаңыздар, бізде пәтер сорпамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сәттілік, ас болсын.